Құдай бізді анау айдаладағы Австралияға жасауға несіп қылмапты. Индонезияның бір аралында қойымызды бағып жүре берсек, Австралияда қой бағып жүре берсек, болса зұлым Қытайды, орысты көрмеген болса қалай болар еді деген ай. Кейде ойлайсың енді. Тағдыр ешкім өзінің қандай халық болатынын, қандай ұлт болып өмір сүретінін, қандай отбасында, қандай әке мен шешенің баласы болатынын таңдай алмайды. Құдай бізге ондай таңдау еркіндігін берген жоқ. Дүниеде енді біздің қазақ, орыс пен Қытайдың ортасында тұр. Қытаймен 4000-5000 жыл соғыстық. Олар анау Қытай қорғанынан бері бізді міне қуып тықсырып отырып, міне Іле өзенінің бойына алып келді. Негізі біздің жеріміздің шеті сол Қытайдың қорғаны болатын. Қытайдың қорғаны болатын. Негізгі шекарамыз сол жақ еді, әттең. Болмаса анау Күлтегін ескерткіші, Тонеқұл ескерткіші, Білге қаған ескерткіші деген сол ескерткіштерді анау Улан Батырдың іргесіндегі Қарақұрымға ата бабамыз неге қойды? Ол біздің астана болған жер. Қарақұрымда сол Күлтегін ескерткішін тасқа ойып жасап кеткенде, мына ата бабаңның жерінен бас тартпаңдар деді. Не деді? Тапқаштың бектері залым деді. Тапқаш деген мына Қытай. Қытайды ертеде ата бабамыз тапқаш деді. Сол тауғаштың бектері залым, Қытайдың шайы мен шайысына алданбаңдар деді. Қытайдың шайы біз ішетін шай. Шайы деген жібек. Шайы деген жібек. Қытайдың жібегіне матасына алданбаңдар деді. Міне сол ата бабаның өсиетін сол қазіргі Моңғолия республикасының астанасының шетіндегі Қарақұрым деген жерде тасқа ойып, жаңа эраның 7 ғасырында біздің ата бабамыз неге тасқа ойып қашап жазып кетті? Біздің осы Қытаймен алысатынымызды, Құдайдың бізге қазақты жаратқанда осы бір шетінде Қытаймен, бір шетінде орыспен алысып өміріміз өтетінін, қияметке баратынымызды, сол Құдайдың миссиясы сол екенін сол ата бабамыз білді. Ал 7 ғасырда орыс деген ел жоқ, орыс деген ел жоқ. Олар орманда сол өзінің қарындасымен өзі үйленіп, сөйтіп, жабайы болып, ағаштың арасында саңырауқұлақ теріп, сөйтіп жүрген ел ол. Ол кезде ол тіпті сайда саны, құмда ізі жоқ ел. Картада оның елі де жоқ, жері де жоқ, халқы да жоқ, ізі де жоқ халықтар. Біз өте ескі, тамыры тереңдегі, ертедегі ірі халықпыз. Бізді бүгінгі аз 20 миллионның айналасында қазақ екенде елестетуге болмайды. Біз қырыла, мүжіле, тамыры шабыла, бұтағы опырла, бұтағын өрт шалып, сындырып, кесіп, қырқып, әбден мүжілген, тамыры тереңге кеткен ескі қарт қарағай сияқтымыз. Ал мына біздің айналамыздағы ата жауларымыз, Қытайдан басқа. Соның бәрі күні кеше ғана қаулап өсіп шыққан қамыс сияқты, бұта бүрген сияқты жас халықтар олар. Біз ескі тарихи тамыры тереңде жатқан халықпыз. Бірақ біздің жапырағымыз жайқалмай қалды. Неге? Өртті көп көрдік, соғысты көп көрдік, қырғынды көп көрдік, мүжілдік, боран, шапқын, жел, дауыл, дүлей, үскірік, аштық, қырғын, геноцид. Тарихтан бері біз не қырылып жойылып кетпедік, не жеңіліп құл болып солардың ассимиляциясына ұшырап кетпедік. Өмір бойы сол жаңағы соғысып, қырылысып, аттың үстінен түспей, ең соңы осы қазіргі халімізге келдік. Сол күресті біз жалғап келеміз, қызық болған. Біз міне орысқа да қарсы, Қытайға да қарсы, анау арғы бәленбай мың жылдың алдындағы ата бабаның мұрасын біз міне жалғап келеміз. Енді ертең олардың алдына барсақ, бетіміз жарықтап барамыз. Міне біз келдік. Қалайсыңдар? Сендерден қалған соғысты біз келдік. Біз ана сатқындар құсап, ОДКБ-ның әскерін кіргізейік, орыстың әскерін кіргізейік деп, немесе ана Қытайға сатылған қазақтың сатқындары құсап, Қытайға сатылып ақшасына, былайша айтқанда, сіздерше айтқанда шайы мен шайысіне сатылған емеспіз деп, бетіміз жарық барамыз еді олармен.